Шымкентте экология мен энергетика саласы үшін маңызды жобалардың бірі іске қосылды. Қалада қатты тұрмыстық қалдықтарды термиялық әдіспен өңдеп, электр энергиясын өндіретін заманауи кешеннің құрылысына ресми түрде старт берілді. Осыған орай болашақ нысанның іргетасына капсула салу рәсімі өтті. Оған Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков пен қытайлық Shanxi Construction Engineering Қазақстан компаниясының басшылығы қатысты. Ауқымды инвестициялық жоба мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру, экологиялық инфрақұрылымды дамыту және қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи технологияларын енгізу жөніндегі тапсырмаларын іске асыру аясында жүзеге асырылуда. Президенттің тапсырмасына сәйкес Таза Қазақстан акциясы жобасында Алматы, Астана, Шымкент қалаларында ашылу жоспарлануда. Жобаның көлемі 53,9 миллиард, күніне 1000 тонна қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдап, электр энергиясын өндіретін үлкен зауыт болады. Бұл жобалар Таза Қазақстан акциясы аясында біздегі тазалықты және де біздің полигонға жүктемені азайту мақсатында осы жобалар қолға алынуда. Бізде қазіргі Қытай Халық Республикасында осы зауыт бар, күніне 3000 тонна қабылдайды. Бұл зауыт еуропалық стандартқа сәйкес, экологиялық нормативтерге сәйкес келетін заманауи технологиялар қолданылатын зауыт болады. Қалдықтардың барлық түрін о жерде жақпайды. Экологиялық кодекске сәйкес өзі сұрыпталады. Жағуға жаңағы екінші реттік өндіруге келмейтін қалдықтар сонда өртеліп электр энергиясын өндіреді. Құрылыс жұмыстары 2026-2028 жылдар аралығында жүзеге асырылады. Кешен пайдалануға берілген соң, полигондарға жөнелтілетін қалдық көлемі едәуір қысқарып, экологиялық жүктеме азаяды. Заманауи технологиялар арқылы тұрмыстық қалдықтардан электр энергиясы өндірілсе, өңдеу нәтижесінде қалған күл құрылыс материалдарын жасауға пайдаланылмақ. Осылайша жоба қалдықтарды кәдеге жаратып қана қоймай, баламалы энергия көзін қалыптастыруға да мүмкіндік береді. Қала бойынша жыл соңына дейін 40%-ға дейін сұрыптау керекпіз. Жобаның алдында бізде айта кетейін, сұрыптау желісі зауыты салынады. Ол 300 000 тоннаға дейін жылына сұрыптайтын қуаты бар осындай зауыт салыну жоспарлануда. Пайдалану мерзімі оның 2027 жылдың соңы деп жоспарлап отырмыз. Ол да осы ақтас қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның маңынан салынады. Сондай-ақ шаһарда қалдықтарды сұрыптауға арналған арнайы жәшіктер орнатылған. Мұнда қағаз, пластик, шыны, алюминий және басқа да тұрмыстық қалдықтар бөлек жиналады. Бұл жүйе қайта өңдеуге жарамды материалдарды тиімді пайдалануға, табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоқыс полигондарына түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Жоба алғашында пилоттық негізде іске қосылып, бүгінде кезең-кезеңімен қала аумағында кеңейтіліп келеді. Қазір білесіздер, өзіміздің Шымкент қаламызда тазалықты сақтау мақсатында, экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында бірнеше жобалар қолға алынған. Соның бірі заманауи контейнер, өздеріңіз көріп отқандай. Ескі контейнерден айырмашылығы бұл жабық типте орналастырылған, және де бұдан бөлек сұрыпталатын қағаз, шыны, алюминий сияқты екінші рет өндіріске жарайтын қалдықтарды бөлек тастайды. Артықшылығы одан кейін бұл жерде тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуге арналған, осында қызметкер пункт орналастырылған, қызметкер тұрғындарға түсіндіріп, болмаса өзі сұрыптап отырады. Бұл жерде 3 контейнер бөлек жинауға арналған, 5 контейнер қалдықтарға арналған. Қазіргі таңда Қаратау ауданы, осы Тұран аудандарында орналастырылды. Ары қарай енді біз жыл соңына дейін Әл-Фараби, Абай, Еңбекші аудандарында да осы жыл соңына дейін 100-ге жуық осындай
заманауи контейнер алаңшасын орналастыру жоспарлап отырмыз. Мамандардың айтуынша, тұрғындардың белсенділігі артқан сайын мұндай экологиялық бастамалардың тиімділігі де жоғарылай түседі. Ал ең бастысы, әр тұрғынның қарапайым әдеті қаланың тазалығына ғана емес, қоршаған ортаның болашағына да ықпал етеді. Арнайы жәшіктер орнатылған аумақта күні бойы қызметкер болады. Ол тұрғындарға қалдықтарды сұрыптау ережелерін түсіндіріп, қоқыстың өз санатына сай тасталуын бақылап отырады. Контейнерлерден қанша қалдық кетіп полигонға барып жатқаны бойынша бізге полигоннан күніге ақпарат алып отырамыз. Күніне жалпы айтайын сізге, қала бойынша жалпы күніне 800-ге тоннаға жуық қатты тұрмыс қалдықтар, қоқыстары полигонға жеткізіледі. Осы жерде қызметкерлер, аудан әкімдіктері тарапынан, басқарма тарапынан түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді біз экологиялық мәдениетті қалыптастыруға әр тұрғын өз үлесін қосса, біз оған міндетті түрде жетеміз деп ойлаймын. Ал қала тұрғындарының экологиялық мәдениетке деген көзқарасы оң. Олар қаланың тазалығын сақтауға үлес қосуға дайын екенін айтып, қалдықтарды сұрыптауға арналған арнайы жәшіктердің санын қала аумағында көбейтуді қолдайды. Просто бір ящик қана болады да, көп жерлерде. Сондықтан сұрыптау ол үшін қиын. Кейбіреуі сыртқа тастап кетеді. Мен жер үйде тұрамын. Бізде арнаулы жәшіктер қойылмаған, чтобы мусорды сұрыптау үшін. Сұрыптаса, конечно, сұрыптап саламыз. Ол өте дұрыс. Табиғатты қорғауға да жақсы. Қазіргі соңғы жылдары қала тазалығы керемет қой негізі. Чимкент мегаполис деген атына лайықты. Қаламыз өте керемет, қазіргі қала әкімі. Әсіресе ол кісіге айтар алғысымыз көп. Халықтың көкейіндегі нәрселер орындап жатыр. Өзіміз жеке басымыз, жеке отбасымыз сұрыпталмаймыз. Негізі қолдаймын, бірақ өте орынды. Мені қазіргі заманда бардан жоқты шығаратын заман болып тұр ғой. Отырар районында қоқыстарды бөлек-бөлек жинайтын контейнер орнатып қойыпты. Соны үлкен барлық жерде орнатса жақсы болар еді. Негізі сұрыптаған дұрыс қой, өйткені арға алған нені қоқыстарды біз өзі оны қоқысты өңдеп қайта пайдалану үшін жақсы деп ойлаймын. Дамыған елдерде қалдықтарды сұрыптау күнделікті өмірдің қалыпты бөлігіне айналған. Мәселен, Германия тұрмыстық қалдықтардың шамамен 65-70%-ын қайта өңдейді. Қатаң сұрыптау жүйесі бөтелкелерге депозиттік жүйе және қалдықтарды тиімді басқару арқылы әлемдегі көшбасшылардың бірі саналады. Ал Австрия 60%-дан астамын қайта өңдейді. Оңтүстік Корея 60%-ға жуық, әсіресе тамақ қалдықтарын өңдеуде әлемдегі ең үздік елдердің бірі. Азық-түлік қалдықтарының 90%-дан астамы қайта өңделеді. Кейбір елдерде қоқысты дұрыс сұрыптамаған тұрғындарға айыппұл салынады. Ал пластик бөтелкелерді арнайы автоматтарға өткізген азаматтарға депозиттік төлем қайтарылады. Қалдықтарды тиімді басқарудың басты кепілі заманауи инфрақұрылым ғана емес, тұрғындардың жауапкершілігі. Қазақстанда осы бағытта нақты қадамдар жасап келеді. Ал мұндай бастамалардың нәтижелі болуы әр азаматтың экологиялық мәдениетіне тікелей байланысты.